Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс осы аптаның жаңалықтар легін ұсынамыз. 14 қазан күні Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясында адам құқықтары жөніндегі кеңестің 18 мүшесі сайланды. Олардың арасында адам құқығында байланысты жиысын алатын Қазақстанда бар. Адам құқықтары кеңесіне кіру үшін кемінде 97 дауыс керек. Ақпаратқа қарағанда Қазақстан кандидатурасын бас ассамблеяның 184 делегациясы қолдаған. Еліміздің дүниежүзілік ұйымның бас құқық қорғау органына сайлануы, оның адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау саласындағы халықаралық нормалар мен стандарттарды ілгерілету процесіне белсенді және жауапты қатысушы ретіндегі рөлін мойындау болып табылады деп жазылған Қазақстан Сыртқы істер министрлігінің 15 қазанда таратқан хабарламасында. Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымына адам құқықтары жөнінде кеңесіне адам құқығына байланысты жиысын алып жатқан шақта мүше болып отыр. Бірнеше күн бұрын халықаралық Human Rights Watch ұйымы кандидаттар арасында кеңеске мүше болуға лайықтысы аз екенін айтып, Қазақстандағы жағдайды да сынаған. Қазақстан үкіметі адам құқығы мәселесін күн тәртібіне енгізіп, көңіл бөліп келе жатқанын айтқанымен, елде сөз бостандығы, бейбіт жиналу құқығы шектеледі. Тәуелсіз кәсіподақ құру мүмкіндігі аз делінген ұйым мәлімдемесінде. Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі халыққа екпе салу жөнінде азаматтарға коронавирусқа қарсы вакцинаны қайта салу науқанының ережелерімен бекітті. Бұл туралы 13 қазанда денсаулық сақтау министрі Алексей Цой Facebook парақшасында хабарлады. Министр жазбасына қарағанда, Қазақстанда ревакцинация қарашаның соңында басталады. Коронавирусқа қарсы қосымша доза екпенің қос дозасын алғаннан соң 6-9 ай өткеннен кейін салынады. Енді егер көбейіп бара жатқан жағдайда, мысалы, ал десе алуға болады негізі. Енді ол босқа селініп жатқан мәселе емес қой. Себебі өлім жітім көп қой. Сондықтан мен қарсы емеспін. Алу керек десе аламыз. Екеуін алдым, ешқандай реакция ештеңе болған жоқ, нормально бәрі. Иә, қорқатын ештеңе жоқ. Иә. Тағы да алуға дайынсыз ғой? Дайынмын. Я против, мне не нужно. Мне двух хватает уже. Этого достаточно, я считаю. Я считаю это неправильно, потому что вакцина очень опасная. Даже взрослые люди, у которых крепкое здоровье, умирали от вакцинации. Думаю, это не совсем правильно. Денсаулық сақтау министрлігінің дерегінше республикада ақпан мен мамыр аралығында шамамен 600 мың адам коронавирусқа қарсы екпе салдырған. Денсаулық сақтау министрлігі жұрт алғаш салдырған коронавирусқа қарсы вакцина түрін таңдамауға кеңес берді. Тактикаға сәйкес, бұған дейін векторлық вакцина салдырғандар 9 айдан кейін инактивті Sinopharm, CoronaVac, HyatVax, Cascovid-in немесе Pfizer сияқты РНК вакцина әдісімен әзірленген вакцина салуы тиіс. Ал инактивті екпе алғандар 6 айдан соң векторлы немесе Pfizer сияқты РНК вакцина әдісімен әзірленген екпені салдыра алады. Ал РНК вакцина әдісімен әзірленген екпесі бар адамдар 6 айдан соң вакцинаның қалған түрлерін Sputnik, Sinopharm, CoronaVac, HyatVax, Cascovid-in салдыра алады. Бір екпені қайта салдыруға тыйым салынбаған, бірақ әртүрлі өндіріс әдісімен әзірленген республикада тіркелген басқа вакцина пайдалануға кеңес беріледі. Коронавируспен күрес жөніндегі ведомствоаралық комиссия шешімді түбегейлі түрде бекітеді деп жазды министр. Сәрсенбі күні Мәжіліс қылмыстық кодекске өлім жазасына қатысты түзетулер енгізу жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Жоба Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне өлім жазасы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы деп аталады. Гуманизм жасаудың маңызды бір қадамы өлім жазасын жою болып табылады. Біріккен Ұлттар ұйымы өлім жазасын жоюды адамның өмір сүру құқығын қамтамасыз ету жолындағы прогресс ретінде қарайды. Екінші факультативті хаттама өлім жазасын жою адамның қадір қасиетін нығайтуға және құқықтарын дамытуға ықпал етеді деп есептейді. Гуманизм қағидасын басшылыққа ала отырып, Қазақстан әрбір адамның өмір сүру құқығының ажырамас екендігін бекітті және өлім жазасын сатылы түрде жою бағытын қолға алды. Заң жобасы Қазақстан ратификацияланған азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық фактінің өлім жазасынан бас тартуға міндеттейтін екінші факультативті хаттамасына сәйкес әзірленген. Құжат өлім жазасын тек соғыс кезінде жасалған ерекше ауыр қылмыстарға байланысты қолдануды ұсынады. Бас прокурордың орынбасары Әсет Шындалиевтің айтуынша, қылмыстық кодекстен өлім жазасына қатысты 13 бап алынады, 4 бап қалмақ. Қылмыстық кодексте бірінші президент Нұрсұлтан Назарбаевқа қастандық жасағандарды да өлім жазасына кесуде қарастырылған. Құқық қорғаушылар билікті бірнеше рет өлім жазасын алып тастауды шақырған. Қазақстанда пойыздарға алғаш рет әйелдер вагоны қосылады. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы баспасөз қызметінің мәліметінше, әзірге бұл вагондар тек Алматы, Маңғыстау және Алматы 1 Өскемен бағытындағы пойыздарға қосылған.
Негізі қыздар вагонына мен жақсы қараймын, себебі ата-аналар өз жас өспірімдерді басқа қалаға жіберген кезде ешқандай уайымсыз басқа қалаға жібере беруге болады, себебі ол қыз бала жаман ой болмайды, қауіпсіздігі бар деп ойлаймын. Негізі дұрыс деп ойлаймын, өйткені көбінесе вагонның ішінде ер азаматтар болады. Мысалы, өз басыма келетін болсам, бала емізетін кезде өте ыңғайсыз жағдайда қаласың. Сол себепті әйелдерге жағдай жасаған дұрыс деп ойлаймын негізі. Әйел жолаушылар тарапынан осы қызметке сұраныс болған жағдайда компания Қазақстан ішіндегі маршруттардың ауқымын кеңейтуге және өз клиенттері тарапынан ұсыныстарға дайын делінген хабарламада. Билет Railways KZ сайтында немесе жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы билет кассаларында темір жол билетін рәсімдеу кезінде әйелдер белгісі болған жағдайда бұл вагон тек әйел жолаушыларға билет сатылатынын білдіреді. Сондықтан ер жолаушылар пойыз билетін сатып алғанда абай болуы керек. Аталған вагонға 7 жасқа дейінгі ер балаларды рәсімдеуге рұқсат бар. Айта кетейік, әйелдерге арналған вагон санаты купе, ал билет құны басқа купелермен бірдей. 12 қазанда футболдан әлем чемпионаты 2022 топтық іріктеу кезеңінің аясында Қазақстан ұлттық құрамасы Финляндиядан 0-2 есебімен жеңілді. Бұған дейін дәл осындай есеппен ұлттық құрама іріктеу кезеңінің 2-ші турында франциялықтарға және 6-шы турда Босния және Герцеговина құрамасына есе жіберген еді. Алғашқы таймның соңғы минутында финляндиялық шабуылшы Пукки есеп ашты. Екінші таймның алғашқы минуттарында шабуылшы есепті еселеп дубль жасады. Ойын 0-2 есебімен аяқталды. Осылайша Талғат Байсуфинов жаттықтыратын жігіттер өз алаңында ұпай ала алмады. Ал Финляндия 8 ұпаймен 3-ші орында тұр. Қазақстан 14 қарашада сырт алаңда Францияға қарсы ойнайды. Ақпараттардың легі осындай. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақnews.kz сайтынан оқи аласыздар. Келесі жүздескенше.